Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге орыс жазушысы Владимир Иванович Дальдың хикаятына себеп болған қазақ отбасысы және де ырым-тыйым жайлы айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Құрметті канал қонақтары, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыз. Сол кезде менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ал бисмилля, орыс жазушысы Даль қандай қазақ оқиғасын жазған екен, соған тоқталайық. 18 ғасырда Қазақстанның батыс өңірінде Есенгелді деген мал жаны мыңғырған 7 атасынан бері бай тұрмыс кешеді екен. Нағыз шынжыр балақ, шұбар төз, дәулетті адам екен. Болыс болып елде билеген. Оның тоқалынан Бекей есімді ұлы болыпты. Бекей орысша сауаты өте жоғары, көзі ашық жігіт екен. Байдың бәйбішеден туған ұлдары Бекейдің ел ішіндегі беделін көре алмай, әкесін ұлына айдап салады. Оған балаңыз атадан қалған дәулетті бей-берекет шашып жүр, ел жұртқа абыройсыз қылып бітті деп жамандайды. Оларға иланып қалған Есенгелді, олай болса, маған қандай ақыл бересіңдер деп сұрайды. Ойбай әке, ондай баланың барынан жоғы тез құтылғаныңыз жөн, деп азғырады ниеті арам ұлдары. Зұлымдардың тіліне ерген бай Бекейді мерт қылады. Бұл оқиға кейін барлық жерге әшкере болады. Байдың келіні Бекейдің әйелі өте есті жан екен. Әкесінің өз ұлының түбіне жеткендігін дәлелдеп, қазы билердің шешіміне жүгінеді. Бай өзінің баласын өлтіргенін мойындап өкінеді. Даудың соңы құныға кептірілгенде өжет әйел: еріме құт болмаған дәулет маған бақыт бермейді. Бір ғана тілегім бар. Қайын атамның 7 атасынан бері келе жатқан құндыз жағалы тоны төрінде ілініп тұр. Соны бір аттап өтем, басқа талабым жоқ депті. Келіннің өтініші орындалады. Көп ұзамай Есенгелді бір жұтта 4 түлік малынан тегіс айырылып таяқ ұстап қалады. Киелі киімі аяққа тапталғандықтан байдың бағы тайыпты. Ақыры Есенгелді жоқшылықта қайыр сұрап қайтыс болған екен. Дәл осы оқиғаны Владимир Иванович Даль өзінің Бекей мен Мәулен атты хикаятында толық баяндаған екен. Осы жағдай киімнің де құты болатындығын, оны басқанда киесі кетіп, шаңырақтан бақтың ұшатындығын көрсетеді. Құрметті оқырмандар, канал қонақтары, егер де бүгінгі хикаят сіздерге ұнаған болса, лайк басып комментарийға өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Ал мен сіздерге осы орайда киімге қатысты біраз ырым-тыйымдармен бөліскім келіп отыр. Бірінші, киімді оң қолдан бастап киіп, сол қолдан бастап шешеді. Оң қолдан бастап киім кию жақсы ырым саналады. Екінші, киімді желбегей жамылмайды, өйткені екі қолы жоқ адам ғана киімді желбегей жамылып жүреді. Үшінші, тозбаған киімді тастауға болмайды. Қазақ халқында тозбаған киімді тастау жаман ырым. Егер адам оны кигісі келмесе, біреуге сыйлау керек. Төртінші, қыздарға ер баланың киімін киюге болмайды. Ер баланың киімін кию жаман ырым саналады. Бесінші, киімді сілкіп киген жөн, өйткені киімге жабысқан улы жәндіктер болса ұшып түседі. Алтыншы, шалбар мен етікті тұрып киюге болмайды. Оларды соғыс кезінде ғана тұрып киетін болған. Және де мен сіздерге бір видеомда айтқанымдай, ол кедейлікке шақыратын амал болып табылады. Жетінші, бас киімді тебуге, лақтыруға, теріс киюге болмайды. Жақсылықтың бәрі адамның маңдайына жазылады. Сондықтан да бас киімнің орны ерекше. Бас киімді әрқашан таза, ұқыпты ұстап, босағаға емес, төрге ілу керек. Ал құрметті менің оқырмандарым, сіздер киімге қатысты қандай ырым-тыйым білесіздер? Төменге жаза кетіңіздер, міндетті түрде оқитын боламын. Сіздермен бірге болған Жансая.
Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Және де менімен соңына шейін болғаныңыз үшін көптен көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.